Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық соты Сириядағы халықаралық террористік ұйым құрамында болып, әскери іс-әрекеттерге қатысуды жоспарлаған деп айыпталған Марат Өмірзақовқа үкім шығарды. Айыптау дерегінше, ол 2012 жылдың тамыз айында заңсыз Түркиядан Сирияға өтіп, халықаралық террористік ұйым құрамына қосылып, Сирия аумағында үкіметтік қарулы күштерге қарсы іс-әрекеттерге қатысқан. Петропавл қалалық сотының шешімі бойынша Марат Өмірзақов айыпты деп танылып 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 2-ші бөлімі 233-ші екінші бабына сәйкес Өмірзақов Марат Ескендірұлы кінәлі деп танылып 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасына кесілсін. Жазасын жалпы режимдегі түзету мекемесінде өтесін. 47 жастағы Марат Өмірзақовтың қорғаушысы бұл шешіммен келіспейтінін айтып, сот үкіміне шағым түсіретіндерін мәлімдеді. Сот үкімімен Өмірзақовта мен де келіспеймін. Қорғаушы жақ заңда белгіленген тәртіп бойынша шағым түсіреміз. Барлық дәлелдер апелляциялық шағымда көрсетіледі. Ал Марат Өмірзақовтың анасы ұлымның мұндай іске баруы мүмкін емес дейді. Бүгінгі шешіммен мен келіспеймін. Неге десеңіз, бұл болмағанды болды ғып, бірнеше жылды мойына жазып қойы беріп отыр. Енді бұл мүлде басып тастап отыр, обал. Өзіне таққан айыпты тергеу амалдары кезінде мойындаған Марат Өмірзақов соңғы сөзінде ол айыптың барлығы жалған деді. Бүгінгі сот үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ.